Витамарин А+, Б+ деген продукция. Бұл продукцияның ерекшелігі, мынау морская галатурия дейді ғой, мынаны көріп тұрмыз. Морская галатурия деген жәндіктен жасалынған мынау. Теңіз, мұхит түбінде жүретін жәндік. Ол жәндіктің ерекшелігі 10 метр, 20 метр радиустен бүкіл мұхиттың, теңіздің түбіндегі мусор, теңіздің түбіндегі жаңағы залалсыздандырады екен, дезинфекциялайды. Алла тағаланың бір жаратылысы. Соның вытяжкасы дейді ғой, сығындысын алып адамдарға беретін болсаңыз, немесе өзін тірідей жаңағыдай сорпа қылып ішеді екен бұны Японияда. Сөйтіп ішетін болсаңыз дейді, адамның бойындағы бүкіл қоздырғыш, паразит, 2000-нан астам паразит, вирустар, мынау неше түрлі женский, венерологический вирустар, неше түрлі гепатиттің дейді, мынау неше түрлі онкологиялық, злокачественный образованиялардың барлығын залалсыздандырады дейді. Яғни, как мен мұны айтамын, антибиотик ретінде жүреді. Және де екіншісі, бұл сердечный гликозиттер бар. Жүрек қан тамыр ауруларына өте жақсы көмектеседі, жүрек қан тамыр ауруларына. Ол қалай? ИБС, инфаркт, инсульт деген аурулар болады ма? ХСН неше түрлі. Сол ауруларға да жақсы көмектеседі. Біріншіден тамырын тазалайды, екіншіден іштегі эластикалық, жүрек қан тамырының эластикалық қабатын 7-8 есеге қатайтатын керемет әсері бар. Және де мынау аритмиялар бар неше түрлі, нарушение ритма сердца, неше түрлі мынау тахикардия, наджелудочковая тахикардия, басқа дейді. Мынау аритмологтар күйдіріп, аритмологтар аппарат қойып жатқан. Пожалуйста, ондайларға күшті көмектеседі мынау. Және де үшінші бір әсері бұл сүйектің гликозиттері бар. Ревматизм, артрит, артроз, тағы не? Мынау неше түрлі вывихтар, неше түрлі жаңағыдай балдардың проблемалары, оларға да бере берсеңіздер болады. Және де бұл екеуінің тағы бір ерекшелігі, Японияда дейді ғой, противоонкологический, как лекарство ретінде сатылады дейді, онкологиялық проблемаларға. Және де аутоиммунный проблемаларға беруге болады. Аутоиммунды, онкологиялық ауруларға сіз кез келген өнімді бере алмайсыз. Не үшін онкологтар қорқады? Не үшін дәрігерлер қорқады? Абайлаңыздар деп. Себебі ондай диагноздарға бұндай витаминді өнімдер, бұндай жаңағыдай горячий өнімдер дейді, кері әсерін тигізуі мүмкін дейді. Ал біздің мынау продукциялардың бір ерекшелігі, продукция горячий болып, және де салқын болып бөлінеді екен ғой. Соның ішінде горячий продукт деген, наоборот, спровоцировать етіп жібереді екен онкология клетканы. Ал салқын, мұздай өнімдер, наоборот, нейтрализовать етіп өлтіреді дейді. Сол үшін де мынау продукциялар именно мұхит теңіздің холодный продукттері. Ең мықты бір фишкасы бұл продукцияның онкологиялық проблемалары 3-ші, 4-шіге дейін. Даже кеше мен өзімде таңғалдым, Уральскийде мықты результат болған 4-ші степендегі онкологиялық. Настолько Алла тағаланың құдіреті жаңағыдай жақсарып жатыр адамдар. Жақсарып жатыр. Мынау онкологиялық проблемалар, неше түрлі миома, киста, эрозия, мастопатия деген қазір 10 әйелдің 7-інде, 5-інде кездесіп жатыр қазір. Зоб, оның ішінде эндемический зоб, тиротоксический зоб дегенге бере алмайсыз ешқандай продукцияны. Пожалуйста, витамарин берсеңіз болады оның барлығына. Настолько универсальный продукт. Және де компанияның ең көп результаты осы витамаринмен болған. Және де көптеген Қырғызстан мемлекеті тек 7-8 ай бойы осы витамаринмен жұмыс жасаған. Білесіздер ғой, яғни универсальный продукт. Тек айтады, балдарға абайлап беріңіздер дейді, және де ХСН, жүрек проблемасы барларға абайлап дәрігерлеріңізге совет етіп берсеңіздер болады. Қалғанның барлығына бере болады. Және де бұның витамарин Б+ дегеніңіз мынау неден жасалынған? Морской еждің уылдырығынан жасалынған. Бұл как неврологический деп айтамын мен. Невропатологтардың дәрілері деп айтамын. Потому что баспен связаны бүкіл проблемаға бере бересіз. Көз, катаракта, глаукома, дистергуляторная энцефалопатия, бастың жаңағыдай нервтік альцгеймер дейді, паркинсон дейді, сондай сияқты диагноздарға кете береді. Настолько универсальный. Және де ішкен, ұйықтай алмайды қазіргі таңда. Депрессияға кіреді. Ұйқы жоқ, басқасы жоқ. Мынау шаршап жүретін кісілер болады ғой. Деген жаңағыдай диагноз бар. Қазіргі таңда балаларда да, үлкендерде көп кездесіп жатқан. Соларға да көп бере бересіз. Өйткені стресстен пайда болады. Адам ашуланып, стресс болып, басқа болып, үстінің бәрін қаптап кетуі мүмкін жаңағыдай сыйттар. Оларға беретін болсаңыздар да сап келетін. То есть, витамарин А+, Б+-тің ішу тәртібі. Мынаны таңертең бір шай қасық, мынаны кешке жатар кезде бір шай қасық ішесіз. Болды.
профилактикалық. Ал егерде онкологиялық проблемалар болатын болса, бұл өзге 3 есе қылып береміз. Әр 3 сағат сайын витамин А плюсті таңертең, түске дейін, түстен кейін, кешке 6-дан 12-ге дейін витамин А плюсті әр 3 сағат сайын бір шай қасықпен берсеңіздер болады. Ең мықты тәртіп сол.